Аллах Тағала адамды жаратқан кезде Шамс сүресінде Алла Тағала айтады: аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва нафсию ва ма сауаха. Табиғатын, жан дүниеміздің табиғатын түсіндіріп жатыр болмысын. Жанмен ант етемін дейді, қараңыздар. Жанмен ант етемін. Ва ма сауаха. Сондай-ақ сол жанның болмысын кемелінен жасаған Алламен ант етемін дейді. Өзімен ант етіп отыр Алла Тағала. Сосын бұл жанды жаратқаннан кейін фа алхамаха, түйсігіне салып қойдым дейді, қараңыздар. Түйсігіне салып қойдым. Әрбір жанның түйсігіне салдым дейді. Мына жақта екі ізденіс бар екен адамның бойында. Алла Тағала салып қойғанын түсіндіңіз бе? Екі ізденіс. Қандай екі ізденіс? Фа алхамаха фуджураха. Біреуі күнәқарлыққа қарай, көрдіңіз бе? Біреуі күнәға қарай, ва тақуаха, екіншісі тақуалыққа қарай дейді. Осы екеуін салып қойдым дейді. Періштелерден айырмашылығы осы жерде тұр. Түсіндіңіз бе? Періштелер таза тақуалық. Екінші жақ жоқ оларда. Ал адамға екінші жақты салған. Түсіндіңіз бе? Екінші жағымен күресіп отырып, Раббыңның разылығын іздеп күресіп отырып, сөйтіп жүрген кезде періштеден дәреже сол себепті жоғары болған. Періштелердің адамға сәжде жасатқан кезі сол еді Адам алейхиссаламға. Осы екі ізденісті салдым дейді бойға. Одан құтыламайсыңдар дейді ешқашан. Күнәға қарай ізденіс болады сізде, және тақуалыққа қарай ізденіс болады. Бір кітап, жақсы бір тақуалық туралы бір кітап оқып отырсаңыз, немесе уағызда отырсаңыз, мына жағыңыз не істейді? Дамиды. Солай дамиды, ол сіздің ойыңызда мына жақта жоспар кетіп жатыр. Ертең ораза ұстаймын, немесе ертең ана садақа берем. Көрдіңіз бе қалай бұл? Ал егерде жаман орта, жаман кино сияқты нәрселер болып қалса, мына жақ дамиды. Осы еңбекті тапсырдым дейді саған Алла Тағала. Қараңыз. Не істейміз онда Раббымыз? Қода афлаха ман заккаха. Қысқа айтамын дейді Алла Тағала. Нақты құтылды деп айтамын дейді. Қараңыздар. Кім құтылды я Раббым? Нақты құтылды. Ман заккаха. Кім мына күнәқарлық жағын тазартса. Түсіндіңіз бе? Ва қода хоба ман дассаха. Ал кім осы жағын кірлете берсе, онда ол зиянға ұшырады дейді. Көріңіз ғой. Жұмысты көріп тұрсыз ғой қандай?